Саламатсыздар ма қыздар? Осының алдын стористе опрос жүргізіп едім мен. Пух норки жібіне обзор қажет пе деп. Негізі бұл жіпке Россияның орыс қыздардың YouTube каналындарда обзор өте көп. Енді бізде қазақшада аз болған соң қазақша түсіруді ұйғардым сіздердің сұраныстарыңызбен. Енді менің қай осы пух норкиден қай жіптермен таныс екенімді сіздерге көрсетіп кетсем. Мынау синяя этикетка дейді. Мынандай норканың суреті бар. Мына жерде гол деп жазып қойған. Әрине Қытайдікі. Так, бұл жерде 50 грамм, 350 метр 50 граммда. Бұл жіптің комплектісінде мына 01 түс, бұл ақ түс, өте пушистый. Негізі длинный ворс деп айтады. Мен бірінші рет тоқыдым, бірақ әлі кепкенін көрген жоқпын, тек қана жудым. Әлі кепкен жоқ ол нем. Бұның комплектісінде мынандай ақ қосымша жіп болады. Бұның қосымша жібі мынандай стретч, как сәл кішкене пружиниться етеді, резина сияқты өзі. Қазір басқа жіптерді көрсетем. Сол жерде не айырмашылығы екенін білесіздер. Әжептәуір пушиться етеді. Бірақ тоқыған кезде, тоқып жатқан кезде мен бір шапка тоқыдым. Мына нелері ұшты. Сәл көбірек ұшты. Пушинкалары, түбіттері. Енді мына жіптің ақ сұр түстермен тоқыдым және фиолетовый түспен тоқыдым. Мен номерлерін жазып алған жоқпын қазір. Так, нешінші номер түс? 14-ші номер ма? Номерін точно білмеймін. 25-ші номер ма? Енді оны өздеріңіз көресіздер. Қазір мен камерада жақсы көрсетпейді. Изумрудный түс бұл. Мен сіздерге мына этикеткасымен таныстырғым келеді. Золотая этикетка дейді. Мына жерде ақ норканың несі суреті бар. Американың жалауы бар. Мына жерде золотая этикетка дейді. Бұл золотая этикеткада мына жерде не бар? QR-код. Бұның ерекшелігі неде? Мынадан айырмашылығы неде? Мына түбітін көріп тұрсыздар. Аз, бүйтіп бұрқырап тұрған жоқ. Әзірше мынау жуылмай тұрған кезде, жуылған кезде де мен бұның фиолетовый түсін жудым. Қатты бұлай несі шыққан жоқ. Түбіті бұрқыраған жоқ. Енді бұның да қосымша жібі бар. Мынадағыдай бұлдаса бүйтіп тұры нау сияқты пружинить етіп тұр. Бұлай, не? Дәл соған құсайды. Пружинить етіп тұр. Бұдан басқа комплектіде мынандай эластан жіп бар, как резина сияқты. Резинкаларға қосуға болады. Мынандай осылай үзіледі. Мынандай, видите, мына эластан дейді. Бұны мына резинкаларға, манжеттерге қосуға болады. Осында қосымша жіп бар. Осында бір пакетикте екеуден болады. Және егерде закупке қатысып, закуптан алатын болсаңыз, бұл жерде подаркілер келеді. Мен софтярн кезеттен алғам. Ол жерде подаркілермен келді. Бір спицы келді, маркер келді, подаркісімен болады. Так, қосымша жіптері бар дегім келді. Түбіті қатты шығып тұрған жоқ әзірше. Жуған кезде де бұлай жұмсақ болып тұр. Мынандай қылшықтар аз да, қылшық көп емес. Мына ақта мен көбірек қылшықтар көрдім. Енді одан басқа мен тағы да мынандай бобинный жіп алдым. Бобинный. Бұл жерде 100 грамм болады бір бобинкада. Бұда ешқандай қосымша жіп деген жоқ, өзі ғана. Метражы 100 граммда 400 метр дейді. Енді мен құр өзін қосқан жоқпын. Менде өз италиялық жіптер бар. Смесовкалар, мериноз, кашемир, ангора қосылған. Мен соларды қостым. Содан соң мынау золотая этикеткадан ненде қосымша жіптер артылды да, ақтан, сұрдан артылды негіз тоққан кезде. Сол артылған жіптерін наған қостым. Өйткені қосымша жіп, мынау енді практически таза жүн болғаннан кейін қосымша жіп мықтылық береді. Мына саусағымды қараңыздар, тесіліп, қайта-қайта мына круговой тоққаннан кейін тесіліп қалды. Так, бұның мынау темно-серый цвет. Енді әрқайсы номерлері болады, өз номерлерімен көрсеңіздер болады. Мынандай түсі бар, мына темно-серый цвет. Мынау негізі меланжевый цвет. Бұның ашығы да бар менде. Және мынандай розовый бар. Мен бұлардан бұның ақ түсінен тоқыдым. Ағы болғанда аппақ емес, молочный. Сүт түстес болды, сүтті болды цветі. Аппақ болған жоқ.
Ал мына золотая этикетканың бірінші түсі аппақ болды, 01. Мынау да әзірше жумай тұрған кезде аппақ емес, сәл молочныйға ұқсайды. Енді жуып кепкеннен кейін көрем тағы шапкамды. Тағы не айтайын? Тағы да мынау негізі пух норки дегенді, норканың суреті тұрғанымен бұл жіп. Мен енді көптеген российский нелерден обзорларды көрдім, тыңдадым. Негізі норканың түбітімен жасалмайды, ақ ангорский қоянның түбітінен жасалады дейді, және басқа да қоспалар қосылады дейді. Енді бұның бір ерекшелігі норканың несі сияқты, түбіті сияқты өте жылы болады, жұмсақ болады. Одан кейін ешқандай да не қышытпайды, денеге өте жағымды. Мына золотая этикетканың жуған кезде, жумаған кезде онша білмейді, жуған кезде бір қатты бір өзінің бір иісі шығады. Сондықтан міндетті түрде бұларды жуу керек. Енді оларды қалай жуу керек, оны бір өзгеше түсіру керек шығар тағы да. Бірақ айта кетейін, мен бұған да обзорларды тыңдадым, қалай жуу керек екен. Біреулер салқын суға жуу керек дейді, біреулер машинкаға жуу керек дейді, әртүрлі. Біреулер ыстық суға жуып алу керек дейді. Мен енді кәдімгі жылы суға қолмен жуып, полотенцемен кептіріп, тегіс жерге кептіріп жүрмін. Содан соң неғұрлым көбірек жуған сайын бұл жақсы түбіті шығады дейді. Одан кейін мына дегдіген кезде, сәл ылғал болып әлі қатты кеппеген кезде, мына фенді холодный деген режимге қойып кептірсеңіз де жақсы болады дейді. Және кәдімгі түбіт орамалдар сияқты аязға шығарып, қарға қағыласаңыздар болады. Бұл тірі талшық болғаннан кейін түбіті шығады аязға. Жуған кезде сосын өзін арнайы шерсть деген моющий средстволар бар, для шерсти деген, немесе егерде ондайларыңыз жоқ болса, кәдімгі шампунь қосып жуып, бальзам для волоспен шайқасаңыз, әдемі кәдімгі шашқа қалай күтім жасасаңыз, солай жусаңыз болады. Сонда әдемі болады, түбіті құртылмайды. Әрине қатты ыстық суға жуып, машинка қатты оборотқа салып жіберіп пісіріп қоймаңыз. Енді ол жерде қауіп бар сондай. Одан кейін мынаны фиолетовый түсін жуған кезде несі шықты, бояу шықты. Мен сондықтан ақ түске араластыруға тәуекелге бармадым. Әзірше қысқаша осы. Енді түрлі обзорларды жасауға болады тоқу барысында.